Қолымызды алақанымыздан жылуды сезініп тұр ма бір-бірімізді? Алақанымыз жылы, иә? Жақсы, тамаша. Ендеше кәнекей балалар, орнымызға отырайық. Көктемде неше ай бар? 3 ай. Қандайшы? Ендеше балалар, бізде көктем мезгілінде біздің табиғатымызда қандай өзгерістер болады екен? Қарайықшы, бірінші біз мына жылжымалы тақтаға қарайық. Жасыл өсіп жатыр, қарашы. Бұл көктем мезгілінің белгісі. Біз жылы киімімізді тастап, жеңілденіп киіндірген болады. Қандай белгілер тағы да? Қандай құстар керек бізге? Қандай құстар керек еді? Жұмалар керек бізге? Тоғылдар қарлығашымыз керек де, көкеміз керек де, тамаша бәрекелді. Ол құстарымыз келгенде бақшамыз әдемі әнге салып құстарымыз бізде көктеміз келеді. Балалар, біз серуенде өзіміздің бақшамызда ауа райын тамашаладық, иә? Қазір біз оқу әрекетіміздің соңында шығып біз қайрадан өзгерістерді бақылайтын боламыз. Ендеше балалар, қазір біздің табиғатымыз қарашы. Көктем мезгілін бейнелеп тұр. Дұрыс айтасыңдар балалар. Енді балалар, біздің табиғатымызға не керек? Қараңдаршы, не керек? Көктем мезгілінде қалай деді? Талымыз? Мынаған кетпей қалды шын. Балалар, қазір біз қай мезгіл дедік? Көктемде. Енді көктемде алғашқы бізде қандай өсімдіктер өседі? Бақ бірінші гүліміз өседі дегенше бұл өз орындарына орналастырайық, иә балалар, осы табиғатымызға гүлдеріміз. Мына гүл қандай гүл? Бәйшешек. Келесі гүліміздің аты қандай дедік? Бәйшешек. Бәйшешекті осында әкеліп орналастырайық. Енді балалар, біз нелерді орналастырдық, өсімдіктерді, иә? Енді біздің ауа райымызға не қажет? Мысалға, ауа райымызға балалар, міне, бұлт керек, иә бізге? Бұлт керек дейік, бұлтты қояйық. Бұлтты қайда қоямыз? Аспанға қоямыз. Бұлттан не жауады? Жаңбыр жауады. Дұрыс айтасыңдар, жаңбыр жауады. Жаңбырды әкеліп қояйық. Ал енді, балалар, жаңбыр жауғаннан кейін жеріміз не болады? Су болады. Дұрыс айтасыңдар, су болады. Қазір біздің үкімді жеріміздің бәрі су болады. Жеріміз су болып кетті, иә? Жеріміз су болып кетті дейді. Енді, балалар, қараңдаршы, біздің суымыз далада жаңбыр жауады екен. Ол жеріміз су болады екен. Ал енді суымыз жоқ болып кетеді ғой, біз таңертең тұрған. Ол қайда кетеді деп ойлайсыңдар? Ол неге айналып кетеді деп ойлайсыңдар? Бұлттан бұрын бізге қайда айналады? Буға айналып кетеді екен, иә? Бу жаңа суымыз буға айналады да, суымыз буға айналады да, будан барып біздің бұлтымызға кетеді екен, иә? Ол бұлттан сосын кейін қайрадан жаңбыр жауады екен. Біздің қандай құстарымыз бар? Қаңғалғаш, көкек, ол көк деп дыбыстайды екен, иә? Дұрыс айтамыз. Енді балалар, осы біздің құстар бау-бақшамыздың сәнін келтіреді. Яғни бұлар шиқылдап, өлең айтады. Бұл біздің де көңіл күйімізді көтереді, құстар өлең айтқанда. Кәні дыбысын естиміз ба? Қалай өлең айтады екен біздің құстар? Ненің дауысы? Біздің жаңағы көкегіміздің дауысы бар. Әдемі дауыстар ма? Әдемі дауыстар, иә? Жағымды, құлаққа жағымды, әдемі, біздің көңіл күйімізді көтеретін дауыстар, иә? Біздің табиғатымыздың көркін беретін дауыстар, құстарымыз. Иә, кішкене ойымызды сергітіп алайық. Ендеше біз қазір жаңбыр мен күн ойын ойнаймыз. Ендеше кәлкі балалар, күн шықты.
Kun jel bo'lib ketdi ekan. Jelimiz qattiq jel so'rab ketdi. Ko'rishibdi ya bola, tomosha qanday kuchli ko'rishibdi desa. Biz endi qayerdan bo'lib, avvalay ko'kimga avvalay tug'ilmadi bo'la. Birsi jel, birsi ko'rishib, birsi bitta. Qani qayerdan jelimiz qattiq bo'lib ketdi. Jelimiz qattiq bo'lib ketdi. Bu bola jelimiz bizim burada ışık çağrıda kalması ya endişe biz arkadaş najette kalmamız çıktı ışık çağıramayınca endişe biz olsa talha komitesi ışık derin jasama komitesi şimdi ya ışık çağırma yani onun için biz 20 saat kullanamız komitesi talımızga ışık gerek ya valla endişe olsa 20 saatte şıp üzü artılı valla domalakta kardeşim осылай үзіп аламыз сосын домалақта біз талымызды бүршік беріп әшекей жүрген біздің талымызды көтеріп қалсын иә бір елесізден аламыз осыдан үзіп аласыңдар да ал талымызды әшекейлеңдер талға барамыз талдың жанына барамыз абайлап жүрміз абайлап көздерін байқаңдар ал осы болмаса біреу болмаса талға әшекейлейміз Talımızda ışık çıksın ya. Işık çıkmaya kalktı bu talımıza da ışık çıkmaya bu teşhiri gel. Tamam. Kalkılmazsa ustamaz sonra üzül alacağız. Tamam.